Еліміздің солтүстігінде қазақилықты ұстанбайды. Қазақилық дегеннің не екенін білмейді. Керек десеңіздер, салт дәстүр деген дүние ол жақта мүлдем жоқ деген сөздерді біз әрқашан естіп жатамыз. Ағайын, менің ойымша бұндай дүниені шығарып жүргендер ол әрине өзі солтүстіктің не екенін білмейтін, теріскейдің иісін иіскемеген, жалпы айтқанда қазақтың ішінен шыққан жаулар. Өкінішке орай біздің елде ондай адамдар бар. Айкараван Құдайы қонақ жобасы. Достар, біз Алматы қаласынан солтүстік Қазақстанға шығып бара жатырмыз. Мақсатымыз солтүстіктің Павлодар облысы болсын, солтүстік Қазақстан облысы болсын, Қостанай облысы болсын, қай-қайсысына да кез келген ауылына барып, сол айтылып жүрген әңгімелердің негізі өтірік екені, қазақ кез келген жерде салт дәстүрін ұстанады, және де Құдайы қонақты қабылдайды. Себебі қазақ кез келген жерде қазақ деген дүниені дәлелдеу үшін шығып барамыз жолға. Дәл қазір Саршағаннан өттік, Алла амандығын берсе, таңға жуық Астанаға жетіп қалуымыз керек деп отырмын, себебі күн бұзылып тұр. Астаналық ағайындар, егер де сіздер бізбен бірге еліміздің солтүстігіне, теріскейіне барып, Құдайы қонақ дегеннің не екенін көргілеріңізге бізге ілесіңіздер. Барлығы тегін, сіздерден ештеңе керек емес. Ал, достар, біз қай ауылға барайық, қайсың ауылдарыңда Құдайы қонақ күтуге жарайсыңдар, жекеге жазыңыздар. Аман болайық, бар болайық.